Саламатсыздар, мен Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Базы жалпы орта білім беретін мектебінің 9 сынып оқушысы Шұқылбай Нұрай. Бүгінгі мен презентацияның тақырыбы мен таңдаған мамандық. Мен таңдаған мамандық дәнекерлеуші. Қазіргі таңда дәнекерлеуші өте сұранысқа ие мамандықтардың бірі болып табылады. Бұл екі металдың бір-біріне жоғары температурада соғу арқылы жұмыс жасайтын мамандық. Қазіргі таңда ол әртүрлі салаларда пайдалану. Оның бірі өндірісте, мұнай-газ өндірісінде, сонымен қатар құрылыс саласында, автокөлік жөнінде және тұрмыс тіршілікте пайдаланылады. Енді келесі кезекте біздің айта кететін оның шығу тарихы. Шығу тарихы 18 ғасырда ең бірінші рет жоғары температурада металдарды бір-біріне соғу арқылы пайда болған. Одан кейін 19 ғасырда олардың бетіне электр тоғының дәнекерлеу әдісі пайда болды. Енді 21 ғасырда қазір өзіміз білетін құрал жабдықтармен жасалады. Енді келесі кезекте біздің айта кететініміз тиімділігі туралы айта кетсек, бұл саланы. Оның саланың беріктігі, мысалға дәнекерлеуші ол деген екі темірдің беріктігі, сонымен қатар үнемділігі, қосымша металды қажеттілігі етпейді, тығыздығы, суда және газы және басқа заттарды жақсы ұстап тұрады. Жылдамдығы қазіргі заманда аппаратуралардың дамыған заманы болғандықтан бұл өте тиімді болып келеді. Әмбебаптық кез келген салада, тіпті кішкентай жұқа заттардан да біз оны жасай аламыз. Келесі кезекте мен өзіміздің ауылымыздың көрнекті адамы ретінде Бейсенов Жанғали ағаны айта кете аламын. Бұл аға осы саланың танымал адамы деп айтуға болады. Ақтөбе қаласының орталық көшелерінде суреті бейнеленіп тұрған өте аса құрметті тұлға болып табылады. Сонымен қатар қазіргі таңда әрбір саланың өзінің жаман және жақсы жақтары болады. Жақсы жақтарын айта кетсек, біз 9 сынып оқушысы болып бітіріп кетіп, өзіміздің осы мамандық бойынша көзге түссек, ары қарата біз өзімізді бітіргеннен кейін осы салада дамытуға болады. Тіпті арнайы қысқа мерзімді курстарды оқып алып, табыс таба беруге болады. Бірақ ең бастысы бұл жерде біз денсаулығымызға зиян келтіреді. Жарығы көзімізге зиян келтіреді, түтіні біздің өкпе жолдарымызға зиян келтіру әлдеқайда көп болады. Енді кезекте біздің айта кететініміз бұл саланың жетістіктері қандай салада бізге ол тиімдірек болады. Мысалы айта кетсек, шетелдік жұмыс мүмкіндіктері, тәжірибесі бар дәнекерлеушілерді әртүрлі елдерге шақырады. Сонымен қатар егер дәнекерлеуші болсаңыз, сіз өзіңіздің жеке кәсібіңізді аша аласыз. Сонымен қатар мұнай-газ және энергетикалық секторларда жұмыс, заманауи технологияларда жұмыс жасай аласыз. Сонымен қатар, егер де мен сізге қызықты ақпарат айта кетсем, ең бірінші дәнекерлеуші осыдан 3000 жыл бұрын пайда болған болатын. Қазіргі таңда ол өте дамыған сала болып табылады. Дәнекерлеуші кезінде пайда болатын ұшқындардың температурасы кейде 5000 градус Цельсияға жетеді. Егер біз ең ұзақ дәнекерленген затты ала кетсек, ол 3000 километрге дейін жетеді. Осылайша мен сөзімді қорытындылай келе, дәнекерлеуші мамандар қазіргі таңдағы ең маңызды мамандықтардың, сұранысқа ие мамандықтардың бірі болып табылады. Сол үшін осыны таңдағанымыз дұрыс деп айта аламын.